Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын, «Уа Алла, үмметімнің таңын игі, берекелете көр» деп дұға жасайтын. Кеш тұрудың зардаптары қандай? Пенде сол күндік ырыс берекеден қағылады, ұйқысы қанбайды, жұмысы жүйесіз болады, бірдеңеден құрғалғандай мең-зең күй кешеді, өз-өзіне көңіл толмаушылық сезімі қалыптасады. Қалай ерте тұрамын? Ерте жатуға тырыс. Жатар алдында жеңіл тамақтан, оятқышты ұмытпа, өзгелерге өтініш жаса. Таңғы нәсіп Тәңірден. Жаратқан ықыласты жан тұнатып, сыйлайды шын өмірде мәңгі бақыт. Ұйқыдан сауап артық мұсылманға, ендеше тек көтпесін таңғы уақыт. Қуаныш Қолқаев.